ал, көрген кісің, сүйсініп бір тансанар, қуанышқа жиналған жұрт ағайын тойларыңыз құтты болсын баршаңай. Қайырлы кеш бүгінгі тойға келген қонақтар, жақсылар мен жайсаңдар, ханымдар мен мырзалар. Бүгін көңілді кеш, думанды кеш, бүгін ұлысты күн, жұғысты күн. Ендеше осындай той баршамыздың шаңырақтарымызға жұғысты болсын деп, бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ой бәрекелді, қадірменді көпшілік, бүгін баршаңызға белгілі, ел үмітін ақтаған, намысын нанға сатпаған, өсетін елдің ұлы боп тектілерді мақтаған, бір күн қонақ күтпесе, жастығында жатпаған зеңгіл көптің сұңқары, ер жігіттің сұлтанындай болған, Қанат ағамыз бен Мадина жеңгеміздің шаңырағында керемет дүбірлі той болып жатыр. Мариям қыздарына тұсау кесу той жасап жатыр. Ендеше бүгінгі той иелерін Мариям қыздарыңызды құрметпен, қошеметпен қарсы алайық. Қанекей орнымыздан тұрайық, мойнымызды бұрайық, шапалақты ұрайық. Жақсылардың артынан жарқын ұл мен қыз өсер дейді. Қанат аға, Мадина жеңге бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын дейміз. Ендеше көп сөйлеп созбастан, әдептен озбастан, салтымызды сабақтап, дәстүрімізді дәріптеп, салт дәстүрімізді бастайық. Ендеше ортамызға Мариям қызымыздың тұсауын кесуге алтын алқа иегері, ардақты ана, Евразия ұлттық университетінің профессоры Бақытжамал әпкемізді ортаға шақырайық. Бәрекелді. Және де Мариям қызымыздың өз атасы Ерболат атамызды ортамызға шақырайық. Қанекей, ақ жолымыз жайылсын. Қазақ халқы жалпы сәбидің тұсауын кесерде ала жіпті қолданған екен. Ала жіпті қолданған себебі біреудің ала жібін аттамасын, ардақты, аяулы болып өссін, үлкен жетістіктерге жетсін деп ала жіппен тұсауды кескен екен. Мінеки сол дәстүрді бізде бүгін жалғамақпыз. Мына ала жіпті өздеріңізге сынамын. Тұсалмасын қадамын сені Қаз балам, қадамыңды жаз балам. Тұсауыңды кесейік, көрмеуіңді шешейік. Бәрі келді мінекей, қадам басып жатыр. Бәрі келді. Өнерлі болсын деп домбыра қойдық, білімді болсын деп кітап қойдық. Және олжалы болсын деп ақша қойдық. Мінекей. Өздеріңіз мінекей ақша. Ой, бәрі келді. Бәрі келді. Ерболат атамызбен Бақытжамал әпкемізден бата сұрайық. Осы жиналған көпшілік барлығына той дем, заманымыз тыныш болсын, өсек, өне берейік, осында той көре берейік. Жұғысты болсын деп менен кейін шашу шашайын. Шашуға қабыл алыңыздар.
sana